Алтын Орданың әлі күнге дейін қолданатын экономика мен қаржыдағы үш жаңалығы. Қағаз ақша. Венецияның әйгілі саудагері әрі саяхатшысы Марко Поло ұлы хан Құбылайдың иелігінде алғаш рет қағаз ақшаны көргенде, тот ағашының қабығынан жасалған жай ғана қағаздың бүкіл елде құнды дүние саналып, алтынға еркін айырбасталатынына таң қалып, сене алмаған. Қағаз ақшамен қатар ұлыста қазіргі банктердің қызметін ұқсас мекемелерде қолма-қол ақшаға айналдыруға болатын вексельдерде кеңінен қолданылды. Бұл сауда-саттықты барынша жеңілдетіп, жолдағы қауіпсіздік пен тасымалдау қиындықтарын түбегейлі шешті. Нәтижесінде ұзақ сапарларға шыққанда үш қап алтын арқалап жүрудің қажеті қалмаған. Бизнесті сақтандыру. Тап қазіргі замандағы секілді, жошы ұлысы кірісінің негізгі бөлігі халықаралық сауда арқылы қамтамасыз етілген. Сол себепті саудагерлердің мүддесін қорғау мемлекеттің басты стратегиялық бағыты болған. Егер сауда керуені тоналып, я басқа да күтпеген жағдайлар болса, зардап шеккендер тікелей ханның өзіне шағымданып, келтірілген шығынды өтеу туралы өтініш білдіруге құқылы болған. Бұл жүйе әділ әрі тиімді жұмыс істеді. Сол заманда құрлықта ғана емес, теңізде де Алтын Орданың қол астында болу зор мәртебе саналды. Пошта қызметі. Алып империяда қашықтықтың негізгі әлсіздік екенін жақсы түсінді. Алыс аймақтар арасындағы байланыс мәселесін пошта қызметі шешті. Ям, ат ауыстыратын қорлар мен азықпен жабдықталған пошта бекеттері. Олар әр 30-50 шақырым сайын жүйелі түрде орналастырылған. Бұл жүйенің тиімді істегені соншалық, Ираннан Қарақорымға бара жатқан керуен жол жөнекей ханға хат жіберіп, оған жауап алуға үлгеретін. Хаттар еш жерде жоғалмаған. Тарих туралы көбірек білгіңіз келе ме? Ендеше қаламға жазылыңыз.